Шакен Айманов атындағы жалпы орта білім беру мектеп-интернаты Досмағамбетова Салтанат Сейтжанқызы. Басқарудағы менің жетістігім. Біздің мектеп-интернат Баянауыл ауданы орталығының бірінші қазақ мектебі болып 1939 жылы ашылған. Көп жылдары қазақ мектебі, Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы қазақ мектебі, 1971 жылдан бастап Шакен Айманов атындағы жалпы орта білім беру мектеп-интернаты болды. 2007 жылдан бері гимназия сыныптары ашылып, осы күнге дейін инклюзивті білім беруде бірінші қатарында жүріп, аз қамтылған көпбалалы отбасылардың және мүмкіндігі шектеулі балалар үшін жан-жақты табысты адам қалыптастыру үшін қолайлы жағдайлар жасалды. Мектептің негізгі құндылықтары тұлға, интеллект, мәдениет, денсаулық деген миссияны орындауда. Бүгінгі күні шалғай ауылдардан келген оқушыларды интернатта жатып оқыту, Мөлтек ауданында тұратын оқушыларды гимназия сыныптары, түзету қамту сыныптарында үйден оқыту деген білім саласындағы қызметтерді көрсетуде. Білім мазмұнын жаңарту аясында 5 күндік оқыту жүйесіне көшуіне байланысты мектеп оқушылары ата-аналардың қолдауымен 100% ыстық тамақпен қамтылып отыр. Мектепте инклюзивті білім беру қызметінің жүйесі жүзеге асырылуда. Қазақ тілі, қазақ әдебиеті, ағылшын тілі тереңдетіп оқыту, 3 тілдік білім беру эксперименттік алаңы информатика, физика, химия пәндері, машғұртану, шәкентану, ертіс өңірінің әдебиет факультативтері, логика, шахмат, робототехника үйірмелері, ұлттық ойындар үйірмелері, ақындар мектебі, қолөнер, ырғақ, гимнастика, би, домбыра, оркестр және тағы басқалары. Мектеп түлектері Қазақстан Республикасының барлық мамандықтары бойынша мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау конкурс нәтижесі бойынша Қарағанды, Павлодар, Астана, Алматы, Семей қалаларының жоғары оқу орындарында, колледждерде оқуда. Мектеп оқушыларының ата-аналарымен ынтымақтастықты нығайту мақсатында оқу жылы бойы онда ашық есік күндері, даярлау курстары, лекторий, ата-аналарға арналған кеңестер, кездесулер өткізіліп, тестілеу, психологтық сұхбаттар жүргізіледі. Мектеп-интернаты басқа мекемелермен тығыз байланыста жұмыс жасауда. Мәдениет үйі, өнер және спорт мектептері, ішкі істер, ішкі саясат, төтенше жағдай бөлімдері, аурухана, діни саясат бөлімі, жастар орталығы, ұлттық банк. Мектептің материалдық техникалық базасы 2010 жылы қолданысқа берілген жаңа 600 орындық типтік мектеп-интернатына сәйкес 390 орындық мәжіліс залы, 300 орындық асхана, спорт және тренажер залы, 42 тазы кабинет, лингофон, информатика кабинеттері, ұлдарға және қыздарға арналған шеберханалар, химия, физика, биология кабинеттері, жеке орналасқан жатақхана, шаруашылық блок, оранжерея, спорт алаңдары бар. Оқырмандарға үлкен кітап қоры, электронды каталог, медиатека, абонемент, оқу залы, қолжетімді әлемдік электронды ресурстар қызмет көрсетеді. Мектеп кітапханасы ақпараттың ғана емес, мәдениеттің де орталығы. Мұнда әдеби оқу көрмелері, қызықты кездесулер өтеді. Сонымен қоса соңғы 3 жылда болған өзгерістер. 2014-15 оқу жылында стандартқа сай логопед пункті ашылды. Мектеп вестибюлінде мектеп тынысы жасалып, рәміздер бұрышы жаңартылып гүлдендірілді. 2015-16 оқу жылында қыздарға арналған шеберханасына асхана бұрышы жасалды. Мұражай жиһазы жаңартылып, жәдігерлермен толықтырылды. 2016-2017 оқу жылында табиғат бұрышы, робототехника кабинеті Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры Алтынбек Нұхұлының демеушілігімен ашылып, спорт инвентарь толықтырылып, спорт витринасымен стенд жасалды. 2017-2018 оқу жылында шахмат кабинеті, гимнастика залы ашылды. Ұтып алған грант қаражатына мектебімізге 15 велосипед алынды. 2015 жылы Шакен Айманов мұражайы ашылды. Мұражайымызға құрметті қонақ ретінде облыс әкімі Болат Жұмабекович Бакауов, Дина Айманова, Алтынбек Нұхұлы болып кетті. Мектеп ұжымы Шакен Аймановтың туған жері Торайғыров ауылы Айманбұлақ атты ұстаздың жеріне тас белгі орнатып, жылда туған күні 14 ақпанда Шакен оқуларын өткізіп, мектепте рухани жаңғыруда Шакен тану факультативі өткізіледі. Өткізілген жұмыс нәтижесі бойынша мектеп мұражайы облыстық сайыста бірінші орынды иеленді. Мектеп өмірін хабарлайтын газет шығарылады, онда өткен тәрбиелік іс-шаралар қорытындысы, мектеп өміріндегі оқиғалар туралы жарияланады. 2015 жылы мектеп газетасы облыстық школа пресс 2017 шығармашылық конкурсында үздік редакция номинациясы бойынша 2-ші орын иеленді. 2017 жылдың сәуір айында мектеп Самұрық Қазына акционерлік қоғамының Менің елім атты әлеуметтік жобалар конкурсына қатысып, 1 миллион теңге грант жеңіп алды. Грант негізінде мектепте әлеуметтік кәсіпкерлік ұйымдастырылды. Жазғы уақытта Баянауылда экологиялық велотуризм атты қызмет көрсету, мектеп оқушылары тартылып еңбекпен қамтылды.
Табыс етілген қаражат мектепке жол акциясына, шахмат кабинетінің жабдықталуына, гимнастика залына жиһаз алуға жұмсалды. 8 оқушыға еңбек ақысы төленді. 2016-2017 оқу жылында жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымдар арасында облыстық конкурста бірінші орын иеленді. Білім беру ұйымының міндеті іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу, мектептің тұрақты дамыту бағдарламаларын дайындау ісіне, инновациялық жобаларға, білім беру және әлеуметтік салалардағы нормативтік құжаттар мен сапа стандарттарын енгізуге қатысу, ғылыми жобалар, олимпиадалық көрсеткіштер жылдан жылға ұлғаюда. Өнердегі жетістіктер де жеткілікті. Мектеп оқушылары аудандық, аймақтық, облыстық, республикалық ақындар айтысы, Бөкейханы, Мағжан, Абай оқулары, би сайыстарының жеңімпаздары. 2010 жылдан бастап мектеп-интернаттың базасында халықаралық Сәтбаев олимпиадасы өтеді. 7-8 сынып оқушылары арасында химия, физика, математика, география, информатика, биология пәндері бойынша интеллектуалдық сайыс ұйымдастырылады. Мектебіміздің оқушысы Кашкеев Болат 2016 жылы география пәнінен осы олимпиадада бірінші орын иеленді. Мектеп спорт клуб оқушылары мен қызметкерлері үшін спорт секцияларын табиғат аясында денсаулық күндерін өткізеді. Қысқы каникул кездерінде мектепте денсаулық спартакиадасы өтеді. Мектеп оқушылары мен ұстаздар арасында республикалық жарыстар чемпиондары, спорт шеберлері бар. Жыл сайын мектеп ұстаздары инновациялық жобалардың кәсіптік аудандық, облыстық, республикалық және халықаралық конкурстарына қатысады. Аудан, облыс мектеп ұстаздарына арналған семинар, тренингтер, мастер-класстар, ғылыми тәжірибе конференция жүргізіледі. Мектеп оқушы өмірі бұл қызықты кездесулер, шығармашылық фестивальдер мен жастар конкурстары. Оларды Мәдениет академиясы оқушыларды шығармашылық қабілеттерін жүзеге асыру мақсатында өткізеді. Табысты мектеп болуда кәсіподақ ұйымының рөлі ерекше. Кәсіподақтың қолдауымен үздік ұстаздар мен оқушыларды марапаттау, мерей жас иелерін құттықтау, Экспо 2017 көрмесіне баруға қолдау көрсету, ұжымдық моральдық ахуалды орнатуда. Мектеп ұстаздары білім беруде шаршамай, сонымен қоса әртүрлі сайыстарға, конкурстарға, іс-шараларға қатысып, белсенділікпен өнерлерін көрсетуде. Наурыз мерекесінде киіз үйлер көрмесінде бірінші орын, Қазақстан Республикасының 25 жылдығына арналған жылдар арасындағы фестивальде бірінші орын иеленді. Бүгін Шәкен Айманов атындағы мектеп-интернаты өз оқушыларын көшбасшы болуға талаптандырады. Белсенділігін дамытатын жалпы орта білім беру оқуы. Табысқа жету жолы қандай дегенде оқу, оқыту, тәрбиелеу және үнемі жұмысқа шығармашылықпен қарау деп Шәкен Айманов атындағы мектеп-интернатының жетістіктері нәтижесінде айтуға болады.